Мектептің соңғы қоңырауы әлі құлағымда жаңғырып тұрғандай еді. Бірақ арада 20 жыл өтіп кетіпті. Арман енді 40 жасқа таяп қалған. Қалада жүрген, бизнесін дөңгелетіп қойған, отбасы болғанымен бәрі де қалыпты, суық күндер сияқты өтіп жатқан бір сарын өмір сүріп жүрген еркек еді. Бірақ неге екені белгісіз, осы жылы сыныптастар кездесуі болатыны туралы хабарлама алған сәтте жүрегі әлденеге дүрсілдеп, көптен болмаған сезім бойын биледі. Мектеп, балалық шақ әлде Гүлсім бе? Иә, Гүлсім, мектепте ең сұлу, ең инабатты қыз болған. Бір-біріне көз қиығын тастап жүретін, бірақ ешқашан ашылып сыр айтпаған. Сол баяғы ұяң, кінәсіз махаббаттың иісі мұрнын жарып, жүрегінің бір түкпірін тырнап жіберді. Кездесі кешу ауылдағы дәмханада өтті. Көптен көрмеген сыныптастар бір-бірін құшақтап мәз-мейрам. Арман кіріп келгенде бір сәтке бәрі тынышталып қалды. Салмақты, жарасымды киінген, шашының самайы ағарғанымен жүзінде өзіндік бір шекесінен қарайтын сымбат бар. Сол сәтте қарсы бұрышта отырған Гүлсім көзін алмай қарай бастады. Шашын жинапты, иығына төгілген жұқа жамылғысы, көйлегінің иықтан түсіп тұрған тұсы. Жылдар өткенмен көзі сол баяғыдай мөлдіреді. Екеуінің көзі түйіскенде уақыт тоқтап қалғандай. Арман, танымай қала жасадым ғой, деді Гүлсім жымиып. Даусы баяғыдай жұмсақ, біртүрлі тұла бойыңды дір еткізер. Гүлсім, сен мүлде өзгермепсің. Тіпті Арман сөзін аяқтай алмады. Себебі дәл сол сәтте жүрегіндегі ескі сезім жанар арқылы жарып шықты. Кештің соңына қарай ел тарқай бастады. Арман мен Гүлсім әлі отыр. Екеуінің ортасында үнсіздік, бірақ бұл үнсіздік ыңғайсыз емес, керісінше бір-бірін сезіну, бұрынғыны еске түсіру, жүрек қалауымен үндесу еді. Саған бірдеңе айтуым керек, деді Гүлсім кенет. Мен ешқашан сені ұмыта алмадым. Мектептен кейін көп нәрсе өзгерді. Тұрмысқа шықтым, ажырастым, қазір жалғызбын. Арманда терең демалды, ішіндегі бір сырды бұғып ұстап тұрғандай. Мен де үйленгенмін, бірақ тек заң жүзінде ғана бар. Жаным бос, көптен бері ешкімге ашылып күлмеппін, Гүлсім. Кеш аяқталған, бірақ екеуі сыртқа бірге шықты. Ауыл түнінде жұлдыздар тым ашық көрінеді. Жол бойында үнсіз келе жатып, Арман кенет оның қолынан ұстады. Сол сәтте Гүлсім тоқтады, Арман да тоқтады. Көздер түйісті, әлемде тек екеуі ғана бардай. Екеуі бір-бірін құшақтады. Құшақ жылуы екеуінде жүрек түбінен жылытып, жанын ерейтіндей күйге жеткізді. Арман, осы сәтті сағынған екенмін, деді Гүлсім. Маңдайын Арманның иығына қойып. Арман болса оның иісін жұтып, баяғы мектеп кезіндегі сол балауса махаббаттың қайта оянғанын білді. Бірақ енді бұл ересек адамдардың шын сезімнің кешігіп келген, бірақ жалған емес махаббаттың бастамасы еді. Кездесуден кейінгі бірнеше күн бойы Арман да Гүлсімде бір-бірін ойдан шығара алмады. Ұйқыда түс, ояуда сағыныш. Екеуінің өмірінде қайта туған сезімі желі болып, іштеріндегі бос кеңістікті толтыра бастаған. Ақыры Арман жазды. Алматыға келсең кездесеміз бе? Жай ғана әңгімелесеміз. Келем, жай ғана әңгіме үшін, деп жауап келді. Бірақ екеуді жүректің жай ғана сөйлеспейтінін, көз бен жан үндесіп кеткен кезде жай ештеңе қалмайтынын іштерінен білетін. Қаладағы кездесу ерекше болды. Мені қарсы алатыныңды білгем, деді Гүлсім. Екеуі үнсіз көлікке отырды. Арман қала сыртына қарай беттеді. Шағын, тыныш қонақ үй броньдап қойған еді. Еш артық нәрсе ойлаған жоқпын деп өз-өзін сендіргенмен жүрегі басқа сөйлеп тұрды. Қонақ үй бөлмесінде Гүлсім терезе түбінде тұрды. Кеш батуға жақын. Көлеңке ұзарып, тыныштық қоюланып келе жатқан. Арман бір сәтке көз алмай оның иығынан, мойыл шашынан, тіпті артқа қайрылған мойнындағы меңнен көзін ала алмады. Саған қарасам жүрегім ауырады, деді еркек төмен дауыспен.
Гүлсім артқа бұрылды, көздері шынайы сезіммен мөлдіреп тұр. Ол жақындап келіп Арманның иығына басын қойды. Мен өмірде кешігіп келетін сезімдер болды, бірақ олар өтірік емес, Арман. Сол сәтте еркек оның белінен жаймен құшағын алды. Денесі бір сәтке дір ете түсті. Гүлсім қарсылық білдірген жоқ. Керісінше үнсіз мойынсұнды. Екеуінің еріндері табысты. Бірінші емес, бірақ тым шынайы, тым сезімге толы алғашқы сүйіс. Жан дүниесінде лап еткен жанған отты өшірер ешкім жоқ. Түн ақырын түсіп келе жатты, ал екеу бір-бірінің жанын алғаш рет тануға кіріскендей. Құшақтарында жылу ғана емес, өкініш, сағыныш, жоғалған жылдар мен кешігіп келген сезім қатар өріліп жатты. Түн ортасы Гүлсім Арманның иығына сүйін қойып, «Қазір не ойлап жатырсың?» деп сыбырлады. «Осы сәт бітпесе екен» деп Арман оны жалаңаш иығынан сүйіп, «Сенің жаныңда өзімді тірі сезінемін, Гүлсім. Менде жан мен тән түндесті. Бірақ бұл тек құмарлық емес, сағыныштың дене арқылы сөйлеуі, жанның ұмыт бола бастаған жанға табыну еді». Келесі күні қайта кездесті. Жай тамақтанып әңгімелесіп қана отырса да, көз қарастары қолдың үстіне тиді де, жеңіл жанасу бәрі де жүректерін жаралай бастады. Себебі бұл бақыт пен күнәнің шекарасы еді. Бір күні Гүлсім, «Арман, сен үйленгенсің, әйелің бар, ол қандай адам?» деді. Арман үндемей қалды. «Көп жыл бірге тұрдық, баламыз жоқ, үй ішімізде үнсіздік қана бар. Бір-бірімізге бөтен адамдар сияқтымыз. Мен тіпті соңғы жылдарым жаным тірі екенін сезбей кеткем. Ал сенімен бірге жүргенде қайта тірілгендей болам» деді. Гүлсім көзін төмен салды. Ол да көп нәрсені іштен бүгіп келген. «Мен де күйеуіммен 10 жыл тұрдым. Ақырында мені бөтен жас қызға айырбастап, үйден өзі кетіп қалды. Ешқашан қадірімді түсінген жоқ. Бірақ мен өзімді жоғалтпадым. Ал сені мен өзімді қайта тапқандаймын, Арман». Сол сәтте есік қағылды. Арман телефонына қарады. Әйелі жазыпты. «Арман, сені көрмегелі 2 апта болды. Үйде бәрі салқын. Бірақ мен ішіммен сезем. Сен біреуді таптың ба?» Арман қалың ойда. Қаласа бұл махаббатты жалғастыра алады. Бірақ ол үшін өзінің өмірін түбегейлі өзгерту керек. Кешке Гүлсім екеу қайта кездесті. «Саған ауыр тиетінін білемін. Бірақ мен сені күте алмаймын, Арман. Мен тағы да бір рет жүрегімді жоғалтып алғым келмейді» деді. Арман оның қолынан ұстап, «Маған 1 апта бер. Жаным мен ақылыммен шешім қабылдаймын. Бірақ мен сені жоғалтқым келмейді, Гүлсім. Өтінемін». Арман үшін бұл апта мәңгілікке созылғандай болды. Күндіз жұмыста, жүзінде күлкі, түнде жан дүниемен күрес. Гүлсіммен болған әр сәт жүрек тынысы сияқты. Бірақ үйге оралса, жаны қысылып, тынысы тарылатын. Бір кеште әйеліне қарап тұрып, «Маған сенімен ашық сөйлесу керек» деді Арман жай ғана. Әйелі Жанат болса, көзіне тіктеп қарап, «Ақыры айтатын уақытың келді ме?» деді сабырлы, бірақ ішкі күйініш сезілетін үнмен. Арман сасып қалды. «Сен білесің бе? Арман, сен менің күйеуімсің. Сен өзгерген кезден бастан-ақ сездім. Көз қарасың, үнсіздің, түндегі күрсінісің, бәрі айтып тұрды. Мен тек күтіп жүрдім, қашан өзің мойындайсың» деп. Арман басын салбыратып, «Мен оны сүйіп қалдым. Бұл күтпеген еді. Біз қайта кездестік, сезім сол күйі сөнбепті. Ал менше» деді Жанат. «Мен қанша жыл өткен сенің жаныңда болып, сенімен бәрін бірге өткердім. Бірақ сен менің жүрегімде не болып жатқанын білмедің. Себебі сен де өзіңді жоғалтып алғансың, Арман. Енді тауып алған сияқтысың». Арман үйден шыққан соң ұзақ жүрді. Қолында темекі, бірақ оттықты жақпады. Кеудесіндегі сезім отының жалыны әлдеқашан тұтанып кеткен. Бірақ енді соны өшіру, оны
өз жүрегінің тірідей жұлумен бірдей белі. Көлікке мініп тікелей Гүлсімнің есікті ашқан бойда Гүлсімнің көзінен бәрін оқыды. Айтып қойдың ба, деді жай ғана. Арман басын изеді. Ол бұрыннан біліпті, тек үндемей келген екен. Мен одан кетем, Гүлсім. Бәрін тастап кетем. Жаңа өмір бастау үшін, сен үшін емес, өзіміз үшін. Гүлсім үнсіз келіп Арманның қолын ұстады. Арман, мен бақытты болғым келеді, бірақ біреудің көз жасы арқылы келген махаббат ешкімді толық бақытты қылмайды, деді. Мен оны жәбірлемеймін, ешқандай айқай ұрыс болмады. Ол мені бұрыннан жоғалтып қойғанын мойындады. Екеуміз жай ғана уақыт созып жүріппіз. Мен де, ол да тірі өлікке айналып кеткенбіз, Гүлсім. Тек сен мені ояттың. Гүлсімнің көзіне жасы үйірілді. Бұл әлсіздік емес. Келесі апталарда Арман басқа пәтерге көшті. Құжат, заң, рәсімдер бәрі жүріп жатты. Әйелімен тып-тыныш ажырасты. Бір-біріне тіл тигізбеді. Себебі екеуі де өмірден кешігіп оянғанын білді. Ал Гүлсім мен Арман, олар ешкімге сездірмей, ешкімнен ақталмай, өз бақыттарын жай ғана бірге таба бастады. Гүлсім соңғы күндері өзін өзгеше сезініп жүрді. Әлсіздік, жүрегі айну, бастапқыда елең етпесе де, ішкі түйсігі бірдеңені сезгендей мазасыз күйде жүрді. Ақыры дәріханаға барды. Жол бойындағы кішкентай тест жолағына қарап отырды. Екі сызық, қолындағы тестке қарап тұрып, көзінен жас ыршып кетті. Кешке Арман келді. Әдеттегідей жылы құшақ, жайлы әңгіме. Не болды, жаным, деді Арман. Гүлсім үндеместен сөмкесін тестті алып қолына ұстатты. Бұл рас па? Рас, деді Гүлсім, көзіне жас алып. Арман, мен жүкті екенмін. Арман оны құшағына қысып. Бұл менің екінші рет өмірге келген күнім шығар, деді жай ғана. Сол түн ерекше өтті. Олар өмір бойы ұмытпайтын сәттер. Бір-бірінің жанын ғана емес, болашағында құшақтаған түн еді. Бірақ ертесіне Арманның телефонына таныс нөмірден хабарлама келді. Арман, сөйлесуіміз керек. Бұл жолы маңызды. Бұрынғы әйелі Жанат жазыпты. Арман телефонына ұзақ қарап тұрды. Көңілі алай-дүлей. Бұрынғы өмір сенің артыңнан сүйретіліп келе ме? Иә, бірақ мен оны алдына түсірмеймін. Арман Жанатпен кездесуге барды. Үнсіздік. Не болып қалды, деді. Жанат тік қарап, мен жүкті екенімді білдім, бірақ бұл сенімен ажырасардан сәл бұрын болған. Айтпай жүріппін, енді не істейміз, деді. Енді Арман екі түрлі дүниенің қиылысында тұр. Бірі болашақтағы жаңа өмірі, екіншісі өткеннің соңғы жауапкершілігі. Арман Гүлсімге бәрін ашық айтты. Үнсіз тұрып, оның көзіне тіке қарады. Жанаттың жүкті екенін, енді бұрынғыдан да жауапкершілік күтіп тұрғанын. Ештеңе жасырып қалмады. Мен өтірік айтпай тұрмын, екеуміздің де қолымызда емес, еді Гүлсім. Мен сені таңдадым, бірақ өткеннің соңғы ізі баламен аяқталып отыр. Мен бұдан қашпаймын, бірақ сені де жоғалтқым келмейді ешқашан. Арман, мен сенің көлеңкең болғым келмейді, бірақ мен сенің отбасың болғым келеді, деді. Арман оның алдына тізерлей отырып. Мен сен үшін бәріне дайынмын. Саған ұмтылғанда мен өзіме оралдым, Гүлсім. Егер сен менің әйелім болуға келіссең, мен осы әлемдегі ең бақытты адам боламын, деді. 4 айдан кейін шағын, қарапайым, бірақ шынайы үйлену тойы. Жақын достар, ата-аналар, аз ғана қонақ, жас жұбайлар Арман мен Гүлсім. Гүлсімнің құрсағы білініп қалған, жүзі балбұл жайнап тұр. Арман, мен сені кешірдім. Екеуміз жақсы ата-ана болуға міндеттіміз. Тек мен саған бақыт тіледім. Ішкі ренішпен емес, жүрекпен, деді Жанат. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.